Қалай кез келген мәселенің шешімін бойыңыздан тауып үйренуге болады. Ең алдымен сіздің білуіңіз керек нәрсе, кез келген проблеманың, кез келген қиындықтың, мәселенің шешімі оның бойында болады. Яғни өміріңізге ешқандай бір жақты дүние келмейді. Кез келген нәрсенің, кез келген құбылыстың өмірде екі жағы болады. Дәл таяқтың екі ұшы сияқты. Яғни сіздің мәселеңіздің жауабы дәл сол мәселенің өзінде. Бұл сіз түсінуіңіз керек ең бірінші түсінік. Ал екіншіден, шындығында мәселеңіздің шешілгенін қаласаңыз, мәселе ең алдымен сіздің өміріңізде, сіздің физикалық ортаңызда, сіздің сыртқы ортада емес, мәселе бастапқыда сіздің басыңыздың ішінде шешілуі керек. Яғни басыңыздың ішінде қай кезде мәселе сізге шешілмейтін көрінеді, қай кезде сіздің мәселеңіз сізден үлкен көрінеді, мәселе сізге ауыр көрінеді, ол кездерде мәселеңіздің шешілуі шындығында қиындайды. Ол мәселенің үлкен болғандығынан емес, ол мәселенің қиын болғандығынан емес, ол мәселені сіз көтере алмайтын болғаныңыздан емес, сіздің белгілі бір оқиғаға, сыртта болған ситуацияларға сіздің көзқарасыңыз сондай. Яғни сырттағы құбылысты болып жатқан сіздің қабылдауыңыз сондай. Ал өзіңіздің қабылдауыңыздың мүмкін дұрыс болмауын қалай білесіз? Яғни дәл сіздегі мәселесі бар адамдарды есіңізге алыңыз. Яғни дәл сіздің мәселеңіз біреу үшін түк емес. Ол біреу үшін өмір сүруге мотивация, ол біреу үшін жай ғана ойын, ол біреу үшін жай ғана кезекті тапсырма. Яғни сіздің мәселеңіз, ол сіздің көзқарасыңызда ғана сізге үлкен көрінеді. Қай кезде сіз мәселеңізді басыңыздың ішіңізде өзіңізден үлкейтесіз, сол кезде мәселеңіздің шешілуі қиындайды. Ол білесіздер ме, ол сіздің өміріңізде сізге қалай білінеді, қалай сезіледі. Сіз кішкентай қиыршық тасты қолыңызға алып тасқа түбінен қарап тұрған сияқтысыз. Қай кезде тасқа түбінен қарайсыз, кішкентай тастың өзі көзіңіздің алдында үлкен болып көрінеді. Кішкене назарыңызды ауыстырсаңыз, сәл артқа бір-екі қадам жасасаңыз, сіз көресіз, сіздің үлкен деп көз алдыңыздағы тұрған үлкен тасыңыз әлемнің деңгейінде, сіздің денеңіздің деңгейінде ол түк емес. Яғни өміріңізге келген кез келген мәселе, ол шындығында жай ғана кезекті тапсырма. Оған сіздің мәселеңіздің ауырлығынан ол ауыр емес, сіздің мәселеге деген көңіліңіз, көзқарасыңыз ауыр. Яғни бұдан шығатын қорытынды, қай кезде мәселе басыңыздың ішінде мәселе болуын тоқтатады, яғни мәселеңіз басыңыздың ішінде шешіледі. Дәл сол кезде өміріңізге оның шешімі келеді, сыртқы физикалық әлемде, сыртқы материалдық әлемде сіздің мәселеңіз шешіліп бастайды. Бұл екінші түсінік. Үшіншіден, шындығында мәселеңізді шешкіңіз келсе, сіз өзіңіздің мәселені шеше алмайтыныңызды мойындау керексіз. Яғни сіз берілу керексіз. Яғни сіз білмейтініңізді мойындау. Дәл осы білмейтінді мойындау десе, өте көп адамдар үшін бұл нәрсе автоматты фразаға, автоматты сөзге, автоматты түсінікке айналып кеткен. Яғни біз жылдар бойы дәл осы сөздерді жиі естігеніміз соншалық, яғни то, что я знаю, это то, что я ничего не знаю деген сияқты фразалар, сен еш нәрсе білмейсің деген фразаларда ең ақылды адам ол өзін ақылды емес екенін білетін адам деген сияқты түсініктер. Яғни осының барлығын сіз соншалықты көп естігеніңіз соншалық, бұл нәрсе сіз үшін бір ерекше дүние болуын тоқтатқан. Яғни күнделікті сіздің адамдармен амандасуыңыз секілді. Күнделікті қалайсың, қалың қалай деген сөздерді жиі қолданасыз, бірақ ол сөздің мәніне, ол сөздің мағынасына сіз мән бермейсіз. Оны көп ойлағаныңыз, көп қолданғаныңыз үшін. Яғни қалың қалай деп біреудің халін сұрау, біреудің жағдайын сұрау, ол шындығында мән беретін болсаңыз, бір мағынаға ие болады. Яғни сіздің мойындауыңыз, сіздің миыңыздың деңгейінде ғана, ойдың деңгейінде ғана мойындайсыз, сөздің деңгейінде ғана мойындайсыз.
яғни сізге сырттан келіп айтса, осы білмейтініңді мойында, жай ғана беріл десе, сіз ішіңізден айтасыз, жақсы, мен берілдім, жарайды, мен мойындаймын, мен білмеймін. Яғни сізге шындығында керегі бұл нәрсені тілменен мойындау емес, бұл нәрсені сөзбенен мойындау емес, бұл нәрсені баспенен, ойменен мойындау емес, сізге керегі жүрекпен мойындау. Ал жүрекпен мойындау деген дүние қалай жүзеге асады? Жүрекпен мойындау дегеніңіз, сіз сол состояниеге, сол халге енесіз. Яғни мен шындығында бұл мәселенің жауабын білмеймін. Осы білмейтін күйде өміріңізді сүріңіз. Осы білмейтін күймен біраз уақыт отырыңыз. Дәл қазір мойындап көріңіз, өзіңіз бірден сезесіз басыңыздағы жеңілдікті, басыңыздың кеңігенін, басыңызда орын пайда болғанын. Өйткені басыңыздың іші түрлі ойларға, түрлі қорқыныштарға, түрлі салыстыруларға толып қалғаны соншалық, сіз өзіңіздің жүрегіңіздің үнін естімейсіз. Яғни дәл осы мойындаудың күйіне енгеніңіз сізге сіздің жүрегіңіздің үнін естіртеді. Осы кезде қайтадан сіз эгоңыздың иллюзиясына еніп кетпеу керексіз. Яғни мен мойындап бір күн өмір сүрдім, қайда менің жауабым? Мен мойындап жарты сағат, бір сағат отырдым, қайда менің жауабым? Кез келген ішіңізден жауапты іздегеніңіз, кез келген бойыңыздағы мазасыздық, кез келген бойыңыздағы қорқыныш, үрей, ол өзіңізге деген есікті жабады. Бұл деген сөз сіздің бойыңызда өзіңізге деген, ішіңіздегі күшке деген, Құдайға деген сенім жоқ деген сөз. Яғни ол жауап сізге келетін сол бір интуиция, сол бір мәселенің шешімі. Сіз ол нәрсені ойлап таппайсыз. Сіз ол нәрсені қолдан жасамайсыз. Сіз ол нәрсені өзіңіз создавать етпейсіз. Ол онсыз да бар дүние, ол бар жауап. Ол шешімнің барлығы не только бір ғана шешім, мыңдаған шешім, мыңдаған жауап сіздің энергияңызда, сіздің күшіңізде, поледе, айналаңызда дәл қазіргі сәтте барлық жауап бар. Сізге керегі табу емес, сізге керегі есту. Сізге керегі іздеу емес, сізге керегі тану, қосылу. Егер де бұндай нәрсені, бұндай тыныштықты өміріңізде жасамаған болсаңыз, өз-өзіңізді осыған дейін тыңдамаған адам болсаңыз, сізге бұл жауап біраз уақыттан кейін бірақ келуі мүмкін. Яғни сіздің мақсатыңыз дәл осы бойыңыздағы интуицияны алғанға дейін дәл осы білмейтін күйіңізді сақтау, берілген күйіңізді сақтау, тотальное доверие, өмірге деген сенім. Қаншалықты сіз бұны жиі жасайсыз, соншалықты мәселеңіздің шешімі, кез келген сұрақтың жауабы сізге оңай әрі тез келетін болады. Егер де дәл осы білімдерді терең түсінгіңіз келсе, ішіңізден оянғыңыз келсе, ішкі Құдайдың энергиясына шынымен де қосылып шексіздікке өткіңіз келсе, онда міндетті түрде оянуға келіңіз.